Сәлем достар, бүгін біз сіздермен физика пәнінен ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындығымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде екі есеп қалды. Бірінші варианттан соны аяқтайтын боламыз. 29-шы есеп берілген оқиын. Ұзындығы 5 метр сым 100 ньютон күштің әсерінен 1 миллиметрге серпімді деформацияланғандағы механикалық кернеу 4 мегапаскал болса, сымның көлденең қимасының ауданы мен ионик моделін табыңыз дейді. Берілген жазайық. Бастапта сымның ұзындығы 5 метр болған дейді. Оған 100 ньютон күш түсірілгеннен кейін ол ұзарды 1 миллиметрге дейді. Жеңіл болу үшін өлшем бірлікті халықаралық бірліктер жүйесіне айналдыра кетейік. Енді осы кездегі механикалық кернеу 4 мегапаскал болды дейді. Бізге табу керек сымның көлденең қимасының ауданы S-ті табу керек. Және ионик моделі N табу керек. Енді механикалық кернеудің формуласын жазсақ, сигма тең ионик модуль мен эпсилонның көбейтіндісі. Бұл эпсилонды ашып жазсақ, L бойынша дельта L-дің L-ға қатысы болады. Осы жерден ионик модулін түрлендіріп алайық бірінші. Тең болады сигма көбейтілген L бөлінген дельта L-ға. Яғни ионик модулін біз есептей аламыз. Жалғасты бізге керек ауданы. Ауданды біз сол түсірілген күштің механикалық кернеуге қатынасы арқылы есептесек болады. Екі формуламызда дайын. Енді біз тек қана орнына қойып есептейік. Алдымен ионик модулін есептейік. 4 көбейген 10-ның 6 дәрежесі паскал. Көбейтеміз. L-міз 5 метр. Бөлеміз дельта L бізде 1 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі метр. Сонда жауап болады бізде 2 көбейтілген 10-ның 10 дәрежесі паскал. Енді S-ті табайық. Түсірілген күш 100 ньютон. Механикалық кернеуіміз 4 көбейген 10-ның 6 дәрежесі паскал. Есептесек, 2,5 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі метр квадрат болады. Ауданның өлшем бірлігі. Енді бұл жерде бізде көп жауапты таңдау. Сол себепті жауаптар салыстырып қарасақ, бізде 29-шы есепте 3 жауабы дұрыс болып тұр. D жауабы. D жауабында бізде 25 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі метр квадрат және 2 көбейген 10-ның 10 дәрежесі паскал деп берілген. Яғни 2,5-ті 25 қып алсақ, минус 5-ке тағы минус 1, минус 6 болып тұр. 2 көбейген 10-ның 10 дәрежесі сәйкес кеп тұр. Және F жауабы да дұрыс екен. Онда бізде 0,25 сантиметр квадрат деп берілген. Метр квадратты сантиметр квадратқа айналдырып, және 2 көбейтілген 10-ның 10 дәрежесі паскал деп беріліп тұр. Бұл жауапта бізде дұрыс. Енді тағы бір жауап дұрыс екен. Ол бізде ол жерде 25 миллиметр квадрат. Яғни метр квадратты миллиметр квадратқа айналдырып тұр деген сөз. Және бізде 2 көбейген 10-ның 10 дәрежесі дегенді алған бұл жерде 20 көбейген 10-ның 9 дәрежесі паскал. Яғни мұнда 10 дәреже, мұнда 9 дәреже, 2-ге 10-ды көбейтсек 20-ға балып тұр. Бұл жауапта дұрыс. Демек, мұна 3 жауабы бізде дұрыс. Балалар, бізде соңғы есеп қалды. Ол 30-шы есеп.
Осымен бірінші вариантты аяқтаймыз. 30-шы есептің берілгені. Электронның массасы тыныштық массасынан 2 есе артық дейді. Массасы оның тыныштық массасынан 2 есе артық деп тұр. Бізге тап дейді осы электронның қозғалыс жылдамдығын. В-ны тап дейді. Бұл салыстырмалық теорияға берілген есеп өте оңай, иә балалар. Яғни о жердегі масса негізінде салыстырмалық теория бойынша осылай болады. Енді бізге мына жылдамдықты табу керек. С дегеніміз тұрақты шама, электромагнит толқынның жылдамдығы. Енді мына М0 мен М0-ді қысқарту үшін біз мынаның орнына М0-ді қояйық. Сонда 2 М0 тең болады. Тыныштықтағы массасы, яғни М0, 1 азайтылған В квадрат бөлінген С квадрат болады. Мына екеуі қысқарады. Енді түбір астындағы 1 азайтылған В квадрат бөлінген С квадратты есептесек, бұл теңдіктің келесі есіне ауысқанда 2-ден 1-ға тең болып тұр. Иә? Пропорция көбейтіп тұрсақ. Демек, екі жағында енді квадраттаймыз. Квадраттасақ, 1 азайтылған В квадрат бөлеміз С квадрат тең 4-ден 1 болады, 2-ден 1-дің квадраты. Ал енді В квадрат бөлінген С квадратты есептесек, 4-ден 1-ден азайтамыз 4-ден 1-ді. Келесі жағына өткізіп. 4-ден 3 шығады. Енді жылдамдықты табайық. В-ны ол квадратын есептейік. Түсініктірек болу үшін 4-ден 3-ті мынау С квадратқа көбейткенге тең деген сөз. Енді біз В квадратты таптық. Енді В-ның өзін табу үшін келесі жағын түбірасына аламын. Оны мына жерге жазайық. В-ны табу үшін түбірасына 4-ден 3 С квадратты алам. Түбірдің ден шығалады, бізде тек қана 4 ол 2 болып шығады, 3 шықпайды, С квадрат С болып шығады. Бұл жауап бізде А жауабы екен. Яғни жылдамдығы 2-ден 3 түбірасында 3 С-ға тең деген. Басқа жауаптар бізде сәйкес келмейді. Демек 30-шы тапсырмамызда тек қана бір жауабы А жауап кәне тұрсын. Осымен балалар, біз бірінші нұсқаны толық талқыладық. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.